ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Аллах Тағала иман келтіргендерді бекем сөзбен, бекем сөз деген сөз жаңағы періштелердің, қабірдегі періштелердің қоятын сұрақтарына нақты жауап. Сол нақты жауап берумен бекемдейді дейді. Қараңыздаршы, фил хаяти дуния ва фил ахира. Өмір тіршілік, дүние тіршілігінде де және ақыретте де. Осы аят түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен: назалат фи азабил қабр. Бұл аят қабір азабының бар екендігіне қатысты түскен дейді. Тек мұъминге дейді. Фаиза фаюқалу лаху, мұъминге айтылады дейді: мән роббука, раббың кім деп. Сол кезде ол жауап береді: робби Аллах, раббым менің Аллах. Ва набию Мухаммад, пайғамбарым менің Мұхаммед. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан: осы аят осыны айтып тұр дейді. Қараңыздар, бекемдейді деген мәселені. Көрдіңіз ғой? Осындай әдемі бір сәттер бар. Жаңағы қабірге кіргізілген кезде де жаңағы екі періште келеді да, ол сұрайды. Оған бәрібір мұъмин ба, мұъмин емес па, ол өзінің сұрағын қояды. Сол кезде Аллах Тағала бекемдейді мұъминді. Сөйтіп ол нақты жауап береді ада. Иннал мәйита яссиру илал қабри. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: мәйит, марқұм қайтыс болғаннан кейін жаңағы қабіріне қойылады ғой дейді. Сол қабіріне қойылып біз кеткеннен кейін фаюджласур раджулус салих, салиқалы адам отырғызылады дейді. Отырғызылады фи қабрихи, қабірінде. ғайра фазиғин вәлә махшуфин. Ол еш қорықпайды және еш үрейленбейді дейді. Алла Тағала бекемдеп тұр. Әйтпесе ана екі періштеден ол қорқу мүмкін емес. Ол сұрақ қоймай жатып екеуінің түрінен қорқу мүмкін емес. Алла Тағала бекемдейді де, сөйтіп олар сұрайды: фима кунта, бірінші сұрақтары: сен қай жолда болдың? Неде болдың сен? Қай халде болдың сен? Фаяқулу кунту фил ислами, мен исламда болдым дейді. Ва ма хазар раджул, анау әлгі кісі кім? Бұл сол сұрақты қойған кезде ол біліп жатыр не туралы сұрап жатқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи туралы. Фаяқулу Мухаммад, ол Мұхаммед қой. Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Алланың елшісі ғой ол. Жаана, ол бізге келген. Бил байинати мин индилlah, Алла Тағаланың хұзырынан айқын дәлелдермен келген еді. Фасаддақнаху, біз оны мойындадық. Сол кезде жаңа періштелер: хал раайталлах, сен Алланы көрдің бе дейді. Фаяқулу ма янбағи ли ахадин ан яраллах, бұл дүниеде ешкім Алла Тағаланы көре алмайды ғой деген. Сосын бір жағдайға қараңыздар. Алланың рахымы, құрмет жамағат, Алланың рахымы жаңағы фаюфраджу лаху фурджа. Сол қабірде болған кезінде фаюфраджу лаху фурджа иля қибалин нар дейді. Сөйтіп оған бір саңылау ашылады. Жаһаннамға қарай барады екен жаңағы саңылау. Көрдіңіз ғой? Жаһаннамға қарай бір саңылауды ашып жібереді дейді Алла Тағала. Вах етеді. Көреді ананы кәдімгідей. Сонда көрген кезде фаянзуру илейха, жаһаннамға қарайды дейді жаңағы мұъмин. Яхтиму баъдука баъдан, бір-бірімен арпаласып жатқан жаһаннам дейді. Қараңыздар. Сумма юқалу, сосын айтылады дейді оған: унзур иля ма вақака Аллах, қарашы енді, Раббың сені қай жаққа қарай құтқарып жіберді деп. Сумма юфраджу лаху фурджа, екінші саңылауды ашып жібереді дейді. Иля қибалил жанна, жәннатқа қарай, жәннатты көрсетеді. Саңылау жаңағы, мына жаққа кішкентай болғанмен аның бәрі үлкейіп кетеді ғой. Сол саңылауды көрсеткен. Жәннатты көргенде фаянзуру иля закратиха ва мафиха, оның бүкіл сәніне, оның ішіндегі нәрселерге көз кетіп бара жатыр. Сол кезде жаңа періштелер айтады екен: фаюқалу лаху хаза мақадука, мынау сенің орның мәңгі. Мынау сенің мәңгі орның дейді. Сосын сөзді айтады: ваюқалу лаху алал яқини кунта, Аллаға деген, пайғамбарға деген, Құранға деген, ақыретке деген нық сенімде өмір сүрдің сен.
ва мутта алейхи, осы сенің мен өлдім. Ва алейхи тубасу иншааллаху таала, Алла қаласа осы сеніммен қайта тірілесің сен. Фаюжлесу раджулу су, сосын жаман адамда, жаман жолдағы адамда келеді дейді, оны отырғызады. Фи қабрихи фазиған махшуфан, үрейленген, қорыққан, жоғалған, сана жоғалған, көз жоғалған, түгел нәрсе жоғалып тұр. Фима кунта, қай халде болдың сен? Ла адри, мен білмеймін қай жерде болғанымды, қай жолда болғанымды. Файюқалу лаху ма хазар раджул, ал анау кісі кім еді? Фаяқулу самиату анху, тек естігенім болмаса, адамдар ол жайында былай деп айтатын, соны қайталай салған едім. Қараңыз. Фаюфраджу лаху фурджа, қараңыздаршы, Алла тағаланың ешкімге әділетсіздік жасамайтындығы. Сөйтіп оған бір саңылау ашылады, жәннатқа қарай дейді. Соны көрген кезде жәннатты тамашалайды. Сосын бірден жаңа саңылауды жауып жібереді да, унзур иля ма сарафаллаху анка, қара, Алла тағала бұны сенен алып қай жаққа қарай жіберетіндігіне дейді. Сөйтіп екінші саңылауды ашып жіберген кезде янзуру иля нар, тозақты көреді дейді саңылаудан. Яхтиму баъдука баъдан, бір-бірін жеп атқан тозақ. Фаюқалу лаху, сөйтіп айтылады, хаза мақадука, мынау сенің мәңгі орның, қабірде осыны күтумен боласың. Аля шакки кунта, сен күмәнмен өмір сүрдің, сен адамдар айтқан нәрсемен жүрдің, өзіңде болған жоқ мына Құранмен байланыс. Аналар не дейді, сонымен жүрдің сен. Аля шакки мутта, күмәнда өлдің сен, өміріңнің бәрі сол күмәнмен кетті. Ва алейхи тубғасу яумал қиямати иншааллаху таала дейді. Алла қаласа сен осы күмәнмен тірілесің дейді қиямет күні. Міне, бұның барлығы хақ, құрметті жамағат. Дүниеде қанша өмір сүрейік, қанша нетейік, бірақ Құран біледі не нәрсені сөйлеу керек екендігін бізге. Өйткені біздің бара жатқан жағымыз сол жақ. Неге қабір туралы айтылады? Неге өлім сәті туралы айтылады? Себебі Усман радиаллаху анху, кана Усман радиаллаху анху иза вақафа аля қабрин бака дейді. Қараңыздар. Хатта ябулла лихиятаху. Усман радиаллаху анху бір қабірдің қасында тұрып қалса дейді, жылап жіберетін дейді. Қабірдің қасында тұрып қалса, жылап жіберетін дейді. Сөйтіп сақалын су қылатын дейді. Фақила лаху, сонда адамдар тарапынан оған айтылды дейді. Тускарул жанна ван нар, фала табки ва табки мин хаза. Сенің қасыңда жәннат туралы айтылады, тозақ туралы айтылады. Сіздің жылағаныңызды көрмеппіз дейді. Бірақ қабірдің қасында неге жылайсыз сіз? Мәселелер үлкен сияқты ғой бұдан. Фақола, сонда айтты дейді Усман. Инна Расулаллахи саллаллаху алейхи салам қола, расында Аллах тағаланың елшісі бұлай деп айтқан дейді. Иннал қабра, расында қабір, әуәлу мәнзилин мин мәназилил ахира. Ақыретке қарай, ақырет баспалдақтарының ең әуелгі баспалдағы дейді бұл. Фа иннажа минху, кімде-кім бұл баспалдақтан құтылса, қараңыздар. Фама баъдаху айсару минху, одан кейінгі баспалдақтар бұдан жеңіл болады дейді. Осы жерде шешіледі екен ғой үкім, қабірде шешіледі екен ғой. Ақыретті күтіп жүрмеу деген нәрседе емес. Қабір ақырет екен ғой, бітті ғой адамға. Үкім шешіледі екен ғой. Ва ин лам янжу, егерде қабір әуелгі баспалдақтан құтылмаса, фама баъдаху ашадду минху дейді. Одан кейінгі баспалдақтар бұдан да қаттырақ болады дейді. Көрдіңіздер ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жәннат көрсетілген, тозақ көрсетілген, қабірдің жағдайлары көрсетілген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ма раайту манзаран қат вал қабру афзағу минху." Мен қаншалаған үрейлі көріністерді көрдім дейді. Қаншалаған үрейлі көріністер көрсетілді маған дейді Раббым тарапынан. Бірақ дәл қабір секілді үрейлі затты көрмедім дейді мен. Сондықтан мәселе, құрметті жамағат, қабірге қалай шығарып салынғанда емес адамдардың.
қабірден кейінгі дастарханда ештеңке шешпейді. Ол мәселе қалай қарсы алады. О жақта мункар мен накир біздің қабағымызға қарамайды, біздің өмірдегі жағдайымызға сызба. Сондықтан қалай шығарып салуында емес, қалай қабылданамыз біз, сол біз үшін уайымда. Сол нәрсені біз ойлау керекпіз. Неге бұл нәрсені айтамыз? Пайғамбарымыз салсам айтады. Өйткені пайғамбарымыз салсам айтады: аксиру зикра хазимил ләззат. Анау бүкіл ләззаттарды талқандайтын өлімді еске көп алыңдар дейді. Өлімді көп еске алған адамның ақыреті аман болады. Өйткені бұл әуелгі баспалдақ. Әуелгі баспалдақ. Мүмкін сіз сират туралы, таразы туралы деген нәрсе егжей-тегжейлі білмейтін де шығар. Сол проблема емес. Ол әуелгі баспалдақтан өтсең, ар жағын бәрін Алла Тағала өткізеді. Осы нәрсе, құрметті жамағат, мұъминнің шынайы иманына керек нәрсе, жақсылықтарын арттырып істететін нәрсе, жамандықтарын азайтып істеттіретін нәрсе. Осы өлім деген нәрсені еске алуда. Алла Тағала сондықтан айтып отыр, өлім сәтінің жағдайдың қандай екені. Өйткені олардың біреулеріне, Алла Тағаланы мойындамағандардың біреулеріне, хатта иза жаа ахадухумул мауту, олардың біреулеріне өлім келген кезде, қола робби ржиғуни, өлім келіп атқан кезде, Раббым мені қайтаршы дүниеге деп айтады дейді. Лағалли, мүмкін мен амалу солихан, салиқал амал істермін енді. Өлім сәтінде көз нақты жетеді, бүкіл ақиқатты мойындайды. Бірақ ол иман деп аталмайды. Иман көрмей тұрып иман келтіру сол нәрсеге. Раббым мені кері қайтаршы, мүмкін мен салиқал амал істермін деп атқан кезде Алла Тағаланың үкімін қараңыз. Кәлла, сен айтқандай болмайды. Иннаха калиматун, сенің аузыңнан шыққан құр бос сөз. Хуа қайлуха, ал сен оны бір айтушы адам ғанасың. Қарашы қалай мүлде көңіл бөлмейтін нәрсені айтып жатыр да. Ва мин вараихим барзахун иля яуми юбасун. Міне, қайта тірілетін күнге дейін сен енді барзах әлемінде боласың дейді. Сондықтан қабірдегі жағдайлардан баршамыз сақтасын, құрметті жамағат. Алла Тағала қабірдің нығметін ғана көрсетсін баршамызға. Міне, сөйтіп өлім сәтінде нақты ажырап баратқандығына көзі жеткен адам, балтыры балтырына оратылған әлсіздігімізді көрсетіп жатыр Алла Тағала. Еш нәрсе істей алмайсың, аяқ-аяққа жабысқан, жан суырылып жатыр. Тәкаппарлық сынды, өшті бүкіл нәрсе. Бүкіл нәрсе өшті. Еш нәрсе жоқ. Суырып алып кетті болды, тән қалды. Ана тәнденді былай аударсаң да, ол кешегендей айқайлаймайды ол. Қараңыз. Жоқ, бітті. Мерзім берілгенге дейін құтырған екен ғой адам. Сол Алла Тағала жаңағы тәубамызды, сондай бір түзелуімізді нәсіп етсін баршамызға.